Ең алғашқы менің ұстазым, ол өмірдегі ұстазым, ол менің әкем. Енді кейде біз ренжиміз ғой әкемізге. Маған дүние көп бермеді, үйде көп балалы отбасыда өстім. Әке шешем маған көп нәрсе бере алмады. Яғни мен қалаған киімді кие алмадым. Тазасын айтқан кезде, қалаған мектебімде оқи алмадым. Тегін мектептерде оқыдық, барынша тегін нәрселерді алуға әрекет жасадық та. Бірақ ол КСРО-ның, яғни Совет одағының дайындап кеткен программасымен олар сол заманда дүниеге келді, сол түсінікпен өмір сүрді. Мен қаншама жыл әкеме ренжіп келдім да, маған неге мен спортсмен болғым келді, спортпен айналысқым келді, бірақ ары қарай мен даму үшін көптеген қаражаттарды маған бере алмады. Ренжідім, көңілім қалды, бірақ артынан ойлап келсем, маған өте көп нәрсе үйретіп тастаған ғой. Өте көп нәрсені үйретіп тастаған. Біз олар сияқты ойлана алмаймыз. Біз өйткені тәуелсіз мемлекетте өмір сүрдік. Тәуелсіз Қазақстанда өмір сүрдік. Біздің түсінігіміз, ойлау пайымымыз бөлек. Ақша табуды тез таба аламыз да. Өте оңай таба аламыз бір жағынан. Олар ақша табу үшін барып 24 сағат жұмыс істемесе ақша таба алмайды. Қолындағы тапқан бар табысын өзіне жұмсамады да, оны бізге бөлісті. Біздің нанымызды тауып берді, біздің киімімізді тауып берді. Енді қалай біз ол әке шешемізге ренжиміз? Менің әке шешем 1972 жылы дүниеге келген, 90 жылдары қалыптасты. 17 жасында үйленді де, өзінің балалық шағын, арманын бәрін біз үшін көміп тастай салды. Арманы жоқ қазір. Енді сол әкем маған не нәрсені үйретті деп ойланып қарайтын болсам, өтірік айтпауды үйреткен, адал болуды үйреткен, әрбір ісіңде адал істе деп үйреткен ғой маған. Үлкенді сыйлауды үйреткен. Былай қарап тұрсаң, адами қасиеттердің барлығын мен әкемнен үйренгенмін ғой. Ең күшті құндылығы еркек болып өмір сүруді үйреткен ғой. Кәдімгідей ер мінезді болып қалыптасуыма ол менің әкем себепті. Қазақта сөз бар ғой, 100 мектеп берген тәрбиені бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Ол рас екен да. Менің қазір сабырлы болуым, мейірімді болуым, ол бір ұстаздан үйренген ілімім емес. Оны мен әкемнің тұла бойынан көрген қасиеттер. Мен белгілі бір әкемнен алыстағаннан кейін бұл мінездерді жоқ болып кетуі болды. Оны ислам дінінен де, Нұр-Марактан да үйренген тұстарым болды, ұстазымнан да үйренген тұстарым болды. Бірақ негізгі адами қасиеттердің барлығын, құндылықтардың барлығын өзімнің әкем үйреткен. Мен таң қалдым бұны. Өзім сараптап отырып таң қалдым да. Ойбай, әкем бірақ дін деген нәрсені білмейді. Діни ілімді білмейді. Мен одан қарағанда жақсы білемін. Өйткені Нұр-Марак оқығанмын да, бірақ ол діни білімді білмесе де, оның денесінде діни құндылықтар өте қатты қалыптасқан. Қанша тырыссам да әкемнің түсінігіндегідей түсінік менде болмайды. Құдайды таныған кезде ол сияқты мен тани алмаймын. Мен әлі жаспын, әлі қателесем. Ол қателіктерін бәрін көрді, өзінің әкесін көріп өсті дегендей ғой. Сол себепті мен әкеме қатты алғыс айтам, мен рахмет айтам. Мені осындай еркек қылып, ер мінезді қылып тәрбиелеп, өзінің отбасыма жауапты болуының барлығын үйреткен ол менің әкем. Сол себепті қазір сіздердің әкелеріңіз болса, оларды еш сөкпеңіздер, қайта қуаныңыздар, қараңыздар, бойыңыздағы қабілет қай жақтан келді, кімнен алдыңыз? Әлбетте оны сіз әкеңізден аласыз. Сол үшін әкелеріңізді сыйлап өзіңіздер әрқашанда. Ертең дүниеден кеткеннен кейін оны қанша жақсы көрем десеңіз де ол кеш болады. Барында бағалауымыз керек. Мен айта алмаймын, әкеме жақсы көрем деп айта алмаймын. Неге? Өйткені мен атамның баласы болдым, әжемнің баласы болдым. Мен әкемнің інісі сияқты өзімді көргенмін де талай. Бірақ папамды жақсы көрем. Жақсы көрем деп айта алмаймын. Бірақ енді осы видеоның себебімен мен әкеме айтқым келеді. Әке, мен сізді жақсы көрем. Мен сізді үлгі тұтам. Мен сізді әрқашанда сыйлаймын. Мен 2 айда бір хабарласуым мүмкін. Бірақ 2 айда хабарласқаны менде, мен сізді жақсы көрем әрқашанда. Мен сізді әрқашанда құрмет тұтам. Кімнің арқасында да. Ертең менің балам болса, мен балам айтам, аталарыңды әрқашанда сыйлап өтіңдер.
сыйлап өтіңдер деп мен үйретемін.